Қыздар, тандыр самса жегілеріңіз келіп жүрсе, үй жағдайында да духовкада тандыр самса жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Ендеше жасалу жолымен бөлісейін. Салмасын ұсақтап туралған етпен дайындайды ғой. Мен де оның орнына фарш, ұсақтап туралған пияз, тұз, бұрыш жақсылап араластырдым. Осыларды қосып, құйрық май қоссаңыздар да болады, қалауыңызша. Және менде дайын қатпарлы қамыр, өзіңіздің қолдан жайылған қатпарлы қамырыңыз болса да жарайды. Ортасына салмасын салып, видеодағыдай буып түйіп, қамырдың артық жерін кесіп алып тастаймыз. Және бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны сарысы мен ақуызынан осылай ажыратып аламыз. Противеннің керісінше екінші жағына самсаны ақуызға салып осылай қойып шығамыз. Бетіне сары уызын жағып, қалауыңызша күнжіт сепсеңіз болады. Осы уақыт аралығында пешті қыздырып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште осылай қаратып, шамамен 20 минуттай қызартып пісіріп аламыз. Артынша екінші жағына аударып, дәл осындай күйде толықтай қызарып, толықтай піскенше тағы бір 15-20 минут пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіз.